қадірменді жиылған қауым. Бүгінгі аудандық орталық кітапхананың ұйымдастыруымен тамаша бір келелі ғибратты кездесу кеші өткелі отыр. Бір жылдан артық уақыт бұрын біздің аудандық кітапхана рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Наурызым кеше, бүгін, ертең тақырыбымен жаңа бір жобаны қолға алған болатын. Жобамыздың негізгі мақсаты осы ауданымыздың тарихын, осы елге туып танымал болған азаматтарымызды, ауылымыздың өсіп-өркендеуіне үлес қосқан, әлі де еңбек жасап жүрген жерлестерімізді, киелі де қасиетті жерлерімізді дәріптеу, мақтан тұту. Жас ұрпаққа төзімділіктің, даналықтың үлгісі болып келетін жерлес аға буын өкілдерін өмірін насихаттау, таныстыру, халқымыздың асыл қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, үлкенді сыйлау, салт дәстүрден нәр алып өсуіне, жақсы мен жаманды ажырата білуге, аталы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу. Тарихымыздың өткеніне көз жүгіртсек, халықтың рухани мұратына қызмет еткен ұлы тұлғаларымыз аз емес. Данышпан қазақ халқы ақынға кенде болған емес. Жалпы Қостанай өлкесі жырға бай, қазақ өлеңіне үлкен үлес қосқан талай тарлан таланттар шыққан жер. Поэзия әлеміне көз салсақ, қазақ халқының арман мұраты, шаттығы мен қайғысы ең алдымен ақын жүрегіне жиналған, ақын өлеңдеріне арқау болған. Біздің бүгінгі кешіміздің басты кейіпкері де өз өлеңдерімен Наурызым халқының ыстық ықыласына бөленіп жүрген қаламгерлеріміздің бірі де бірегейі. Жергілікті Наурызым тынысы облыстық Қостанай таң газеттерінің беттерінде өлеңдері жарық көріп жүрген киелі Наурызым елінің тумасы, қазіргі таңда бейнетінің зейнетін көріп отырған ардақты әке, асыл жар, немерелерінің сүйікті атасы Қасенғали Камалұлы. Ендеше өздеріңізді көп күттіртіп, кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Кешіміздің шымылдығын туған елге деген шынайы сүйіспеншілік сезімінен туған Қасенғали Камалұлының сөзіне жазылған Жарқынбек Дербісалдиннің «Құт мекенім» Наурызым әнімен ашқалы отырмыз. Олай болса, әнді орындаушы Сейіт Ербол Қанатұлын қарсы алайық ағайын. Ал осы ән орындалып жатқанда, бүгінгі кешіміздің арнайы да құрметті қонағы Қасенғали Камалұлы өзіңізді сахна төріне шақырамыз. Қошеметке қол соғып, зұлдық хаттарыңызды аямаңыздар. Şartlı
Амиров Нұрлан Құрманғалиұлына береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құрметті жерлестер, үлкен кісілер, ағамызды көріп отырмын. Бүгін орталық кітапхананың ұжымымен ұйымдастырып жатқан кешіне қош келдіңіздер. Енді бүгін бәріне мәлім, бүгін біздің Хасенғали ағамыздың кешінде. Енді қысқаша бұл кісі туралы айтсақ, негізі бұл кісі біраз танымал кісі, Наурызымда елімізде былай талай жұмыс жасаған, еңбек жасаған, қазір Астанада, Қостанай облысында танымал кісі. Енді қош келдіңіз, Хасенғали аға. Сізге тілейтін зор денсаулық, елімізге келіп тұрмыз. Сізге айтатын мыңда рахмет. Бізді елімізді ұмытпай, осылай келіп өзіңіз кешіңіз айтқандай. Ағамыз қысқаша айтқанда көп жаңағы газет, Жазира газетінде, Наурызым тынысының газетінде көп шығармашылығы шыққан. Негізі оны өзіңіз ары қарай жалғастырасыз, айтарсыз. Қош келдіңіз. Хасенғали ағамыздың әкімнің орынбасары Ормановтың атынан кішкентай алғыс хатымыз бар. Соны рұқсат болса сізге табыстауға рұқсат етіңіз. Көтеріліп бір жасар жатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Жақсылап жайғасып алыңыз. Бүгін өздеріңіздің қатысуларыңызбен тағылымды да ғибратты бір кеш өтеді деп ойлаймын. Біздің негізгі мақсатымызда өз ауылымызда халық ықыласына бөленіп жүрген қаламгерлеріміздің өрнегі мол жырларын оқуға насихаттау, ол кісілердің өнегелі өмір жолдарын өскелең ұрпаққа өнеге тұтып, жастардың кітап оқуға деген құлшынысын, еліне, туған жеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Олай болса, аға ең бірінші өзіңіздің өмірбаяныңызға тоқталып өтсеңіз, қашан, қай жерде дүниеге келдіңіз? Армысыздар, құрметті менің жерлестерім, наурызымдықтар. Мен міне толқып тұрмын, осы Наурызым жерінде, Қараменді ауылында мені түсінген, мені танитын, мені сыйлайтын, мені құрметтейтін осындай бір менің жұртым бар деп қуанып тұрмын. Сіздерді едеген менің алғысым шексіз. Әрине мен жаңағы том кітап жазған ақын жазушы емеспін. Танымал 100 фильмге түскен актер емеспін. Париждің сахнасында ән шырқаған әнші емеспін. Мен де өздерің сияқты қарапайым бала, қайғының, қасиетті қайғының қарапайым қара шалым. Мен неге айтып тұрмын? Өйткені біз пендеміз, біз адамбыз. Біздің ойымыз қашанда ақ пен қара болып тұрады. Жақсы ойлаймыз, жаман ойлаймыз. Аллаға шүкір, жақсы ойлайтындар ортамызда көп. Мен жүрегіммен де сезіп тұрмын, кейбір жақындарымнан естіп те жатырмын. Бұл Хасенғали кім еді? Осындай кеш ұйымдастыратын, кездесу ұйымдастыратын
biz kimмен кездесіп жатырмыз деп. Мен айтып тұрмын ғой, сіздер қарапайым ғана қайғының қара шамымен кездесіп тұрсыздар. Мен толқып тұрмын, негізінде сахнаға шыққанда Жәкен білет, Қақан білет, арқам бар адам едім. Бірақ енді сол толқып тұрмын. Айтылған сөздердің, айтатын сөздердің Жәке көбі ұмытта қалуы мүмкін, қалуы мүмкін. Мен ерекше қуанып тұрмын. Сондықтан да ойларыңызда, көңілдеріңізде еш ой, жат ой болмасын. Кәдімгі мен өздеріңнің, біреуімізден кемін, біреуімізден қатармын. Артық емеспін ешкімнен. Соларға жақа. Сондықтан да мінекей ақсақалдарымыз отыр. Көбірек болады деп ойлайтын әрине, мен демін ғой. Апаларымыз отыр, балаларымыз, құрбандастарым отыр. Мен риза болып тұрмын. Өйткені халық ақыны Асия Беркенова 60 жасқа келгенде осындай кездесу ұйымдастырамыз. Сонда әлі есімде бір жерде алдыңғы екі рядта 12 адам отырғанбыз. Оның жартысы мынау неден? Жартысы мынау өзінің жерде өлем деген. Қалғандары өзіміз жаңағы өлем арда деп, сөзді құттықта деп әкімет мен жіберген. Жалғыз өзімді. Сондықтан да Аллаға шүкір деп отырмын. Бірінші мен бастағым келіп отыр. Үлкен кісілер өздеріңізге арнап, баяғы жастық дауыс емес, осы 70 жастағы дауысыммен бір өлең айтқым келіп отыр. Ән шырқап бір өлең.
Oy közünden asılım altın kazanım Avra kalsam gözünden peyin yanar canlarım Avra kalsam gözünden peyin yanar canlarım Sarılıp talay yırtılır, ömür geceler sandırışır. Dalanın isayı burkırıp, kartlarım aman sağ görüşür. Dalanın isayı burkırıp, kartlarım aman sağ görüşür. Şaşılayım şığılan boğum Şırqa bülbülü bugünen boğum Ağla bilsin жүрсең береге Büyüktü süйтіп қыбылан boğum Ağla bilsin жүрсең береге Büyüktü süйтіп қыбылан boğum Kırılay şaşındı göreyim Barsı degen kasını göreyim Bәрі сенің жеңісің, бәрі сенің жемісің Туғаныңа уақыт келісің Шашылайын шығылан болып Шырқа бүгілі бүгінен болып Аман есен жүрсең береге Бетті сөйтіп қыбылан болып Аман есен жүрсең береге Бетті сөйтіп қыбылан Шырқа бүгілі бүгінен болып Аман есен жүрсеңдер екен Бетті сөйтіп қыбылан Шашылайын шығылан болып Шырқа бүгілі бүгінен болып Аман есен жүрсеңдер екен Бетті сөйтіп қыбылан болып Аман есен жүрсең береге Бетті сөйтіп қыбылан болып Аман есен жүрсең береге Бетті сөйтіп қыбылан болып Бетті сөйтіп қыбылан болып Шашылайын шығылан болып Ал енді құрметті қауым, назарларыңызды экранға аударсақ, Қостанай облысы дін істері басқармасының басшысы Қалмақов Ерлан Болатұлының лебізіне назар аударайық. Қайырлы күн, қадірлі жерлестер, құрметті наурызымдықтар. Бүгінгі кездесуді ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Жалпы Хасенғали ағамыздың өмір жолы, шығармашылығы біз үшін ерекше. Маған тағы да бір ерекше болатын жағдайы, бұл кісі менің өнердегі ұстазым, айтысқа тәрбиелеген ақтаңгер ақын. Сондықтан жалпы өнер көшіндегі менің алғашқы қадамдарыма тілеулес болып бағыт сілтеген Хасенғали ағама алғыстан басқа айтарым жоқ.
Шын мәнінде Хасенғали ағаның өлеңдерін оқысаңыздар, шығармашылығымен таныс болсаңыздар, мөлдір жыр жолдарына куә боласыз. Өйткені ол кісінің жаны қандай таза болса, жырлары да сондай тұнық, көңілі де сондай ашық жан. Бүгінгі кездесу кеше арқылы Хасенғали ағамыздың шығармашылық мұрасына тағы бір көңіл аударылып, өнері дәріптеліп жатқанына тағы да қуаныштымын. Барша жерлестерімізге дұғай сәлем жолдаймын. Хасенғали ағамызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Әлі де шабыттың сарқылмай, бізді жақсы жыр шумақтарыңызбен қуанта беріңіз, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Алыстағы досыңа ат берсең де жарасар, үйіне мініп барсын деп. Жақындағы досыңа хат берсең де жарасар, ұмытса есіне алсын деп дегендей, назарларыңызды тағы да экранға аударсаңыздар, Хасенғали Камалұлының замандасы, әрі інісі Исмаил Жаңабай ағаның сөзіне, лебізіне құрақ түседі. Құрметті халайық, бүгін біздер Камал Хасенғалиді азаматымызды бүгін Наурызым аудандық мәдениет басқармасы және кітапхана бөлімшелері кездесуге амандықтағы жол болып жыршаға деген тақырыпта кездесу ұйымдастырып отыр екен. Өте орайлы кездесу. Хасенғали ағаларымыз елге сыйлы қадірлі, өзіндік пікірі бар, өнерге бейім, сегіз қырлы бір сырлы азаматымыз осындай құрметке лайықты. Наурызымдықтарға жерлестеріне бәріне ризамын. Осындай азаматпен, семьялармен кездесу ұйымдастырып жатқандарына. Бұл өнегелі отбасы, елге сыйлы қадірлі, қонақжай, білімді, сауатты, ақын жанды, кітапты көп оқитын үлкен жүректі азамат, қолғайрығы да бар, жомарттығы да бар. Сондай азамат өлеңді айтады, әнді шығарады, күйге тартады. Оның балалары да ұлықты, ұлдары мен қыздары тәрбиелесіп, ұлдарын яға қыздары қияға қондырған азамат бүгінде немере сүйіп отырып екен екеуі. Сондай берекелі шаңырақ отбасы. Осыған кейінге толқын ағаны, әнелері, қарындастары, замандастары Хасенғалиге қарап бой түзеуіне болады. Кітаптарды көп оқып, газет журналдар оқып, жиі жастармен кездесу ұйымдастырып, мешітте де бағызға жасап, тәрбиелеуді үлкендік ұлағатты сөздер айтып отқанын, оның жолдасына қарап там дегендей адам білгенше жаңбырша ақсақалымызда бәрі сол оның қатарлас жолдастары азаматты қарап бағалауға болады. Біз қатар жүріп, бірге қызмет жасадық. Наурызым ауданында кітапханаларда, көптеген кітап диспуттарының конференцияларында, мешіттерде уағыздар жасап, әңгімелер, кездесулер өткізіп, жастар тәрбиелеуде имамдарымыз Нұрлан мен Есет қажылармен бірге қатар жұмыс жасап, елеулес қостық. Міне сол Хасенғали ағаларымыз осындай құрметке лайықты кездесуге өте мінезге байсалды, кезінде жігіттің сот төресі сұлтаны болған азамат, елге елеулі, халқына қалаулы азамат, құрметтегі лайық. Рахмат сіздерге. Ағалар, мен осы кешке кездесе алмадым, Астанада жүргізіп, көшіп барған жанұямен жұмыста жүріп, ішінде болған бір сәт әттеген айым, осында сол арқылы байланыс құралдарының құрметінде, лебізінде білдіріп отырмын. Рахмат баршаңызға. Ал енді Хасенғали аға өзіңіздің өлеңдеріңізді оқысаңыз. Шындығында өзі мен жақсы адам екен ол жерге де. Өлең деңгейден бастайын. Өлең деңгейде жаңағы ең бірінші орындалған мынау біздің Наурыздың әні. Осы менің сөзіме белгілі Қалибек Жевсталиннің туған бауыры звондайды. Аға, сіздің бір сөзіңізге тамаша ән шығып тұр. Сіздер айта бересіздер ғой,
торғайдың киімі деп айтамыз ғой кейбіреулер жақтан. Сол сияқты осы Наурызымның киімі болайын деп тұр. Ән жаза берейік па, ән орындалсын ба, біздің рұқсатымыз керек дейді. Әрине мен рұқсат деймін ғой, қуана келісіп жатырмын. Наурызым туралы бір жақсы ән туыватса, бір емес 100 ән туса да біздің Наурызымға азық етпейді ғой. Мақтанышым, шаттығаным, ұраным, жер жәннатты қасиетті тұрағым, әсем сазды әуен кернеп кеудемді Наурызым деп жүр шумағым мұрадым. Наурызымдай құт мекенім қорығым, жер үйікқа балап сені жорыдым. Айдынында айна көлдің шомылып, тартып өстім бал сүйрікті қорығым. Ағадырда аққан сансыз бұлағым, сылдыраққан айдың көлде құрағым, еркін жайлап мейірлерім қандырған, ерке елек ақ бөкен мен бұлағым. Нелер ғалым дәрежесін қорғаған, ақындар да жырын арнап толғаған, бүгін міне байлығыңды атыңды әлем танып ЮНЕСКО қолдаған деген бір сөз шыққанда. Мана енді осыған бір қайырма керек деп, қайырма беріңізші маған деп. Құт мекенім тұрағым, сені аңсап тұрамын, Наурызымды бір өзіңе арналады жыр әнім-ай. Қарағай нұлы мекен, бал бұлақ суды мекен, шалқыған шаттық әні мекен деп қайырмасын жазып көрін. Бір Наурызым мені бүгін айтылатын сөздің бәрі де, мақтаныштың бәрі де өзіміздің еліміз туралы, өзіміздің бабаларымыз, қарттарымыз туралы, бауырларымыз туралы болсын. Өйткені бүгін мен Наурызымдан туған жерімде, туған елімдемін. Сондықтан да біраз жыл өтті, осы Наурызымның өнерлі жастары Гүлнәр біледі. Ғасырлар пернесі атты өнер фестивалы өтті. Арқалықта соған бардық. Сонда әр районнан келген осындай өнерпаздар жеке-жеке шерумен өтіп атты. Наурызым, Әулиегүл, тағы аудандар солай. Бірақ сол шығып тұрғанда сол ұжымды таныстыру керек екен. Мынау өтіп баратқан Наурызымдікі, мынау Әулиегүлдікі, мынау Қостанайдікі деп. Сондағы бір Наурызым туралы өзімнің бір жүрегімнен шыққан, бірақ қысқа деді. Қысқаны бір-ақ минуттық деді. Сонда айтқаным, алдарыңызда ғажайып сұлу қорығымен аты әлемге таралған, жер ұйығы саналған, ел даласын ерке елік, ақ бөкен мен кер бұланы, еркін жайлаған, ақ айдынында ақ туғаны таранған, жер жанаты Наурызым өлкесінің өнерпаз өрендерінің шеруі деп шеру өтіп баратыр. Наурызым тарихы ғасырлар пернесінен күй болып төгіліп, өлең болып өріліп, ән болып ақтарылған, өнер қонған қасиетті өлке. От ауызды, орақ қылды, өтеулідей, ақыны, күміс көмей, қанапиядай әншісі, Назарханбай күйшісі, батыры мен көсемі, әділ биі мен желстандай шешеніп өткен ел. Наурызым бүгінде Асиядай халық ақыны, Қасымхандай жорға жырауын, Оралдай мемлекет қайраткерлерін, ел бастаған ардақты тұлғаларын мақтан еткен ел. Халық ансамбльдері, Наурызым әуендері мен армандастардың ән күйімен тербелген ел. Наурызым тәуелсіздігіміздің туын биікке желбіретіп, төскейін төрт түлікке, қамбасын дәнге толтырып, шаруашылығын өркендеткен, берекелі, мәдениеті өскен, өркениетке көшкен ел деп таныстырды. Енді бір замандар болды ғой. Орталық тұсындары елімізге бір өнеріп келіп, бір тоқырап қалған, үйімізден шыға алмай қалған,
ең ақыры баласы әкесінің жаназасына қатыса бауыры ағасының жаназасына қатыса кейбір балалар анасының қазасына қатыса замандар болды. Сол заманда осы елді ойлайсың ғой, ел қалай болып отыр екен, әйтеуір шықпа жаным, шықпа, шығын жоқ деп бүйтіп отырмыз, енді мүмкін бұл өзі өтірік болар деп жаңа дертті. Сонда армысыңдар, ауылдастары бауырлар, сын сағаты соғып тұрау ауырлау, адамзаттың бар тілегі бүгінде аты жаман бұл індетпен ауырмау. Рас бүгін амандаулы күйгенін, ұрпағыңмен біргеніңмен үйгенін, қиындықты тек сабырмен жеңесің деген ұғым көкейіңе түйгенін. Жүргеннен соң кешіп дүние жалғанын, көремізде басымызға салғанын байқау үшін біз пенденің төзімін жіберген бұл сынағы ғой Алланың. Дар өткенше қиындықта ауырда, аман болсын ағайын дос бауырда, тәлім менің астанада, ал бірақ жаным менің қалсаңдайын ауылда. Көрсем дағы, елде жүрсем дағы, елден алыс жырақта, өздеріңе тілектеспін бірақта, Алла өзі кесілсінші тек мені, ауылымды тегеп жүрмін жұмаққа, аңсап жүрмін. Ауылымды, елімді, жұпар жусан, ақ селеулі жерімді, індетті де жеңіп әлек шығармыз, семсер етіп, сабыр төзім сенімді. Қиындықта сөгілмесін іргеміз, күресейік індетпенен біргеміз, тілектеспіз, қайда жүрсек қашанда, ауылдастар өздеріңмен біргеміз. Бергеніне лайық алар әркім, талант болса бар оны бағалар күн. Сене қарау ұрпақтың ертеңіне, бар емес пе, барша ата аналардың деп, осы орайда Төле би бабамыздың атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі деген тамаша нақыл сөзі ойымызға келіп отыр. Олай болса, атасының баласы Елнұрды сахна төріне шақырса, Дәулеткерейдің күйі қосалқа, орындайтын Хасенғали Елнұр Бауыржанұлы. Бауыржан досы келді, Бауыржан келе алмай қалды. Той деді,
Şöyle alıp geldim. Sen түспей қалды. Осы кештің өзі кейінге қалдырып кеп, бөлімге сәт түсіп отырған. Балалар келіп. Қазақ халқында жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек деген керемет өнегелі сөз бар. Кейбір кісілермен бірінші жолыққан кездеріңнен әрбір сәттерге дейін жанында жарқырап тұрады. Сондай жанның бірі Хасенғали Камалұлының құрдасы, замандасы, досы, жаңбыршы Тұқатұлы. Ендігі кезекті сол кісіге берсек. Сөз кезегі өзіңізде, жаңбыршы Тұқатұлы. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат қауым. Енді жаңағы баламыздың тартқан күйі туралы айтайын деп тұрмын. Оны айту керек еді. Дәулеткерей деген үлкен мықты күйші болған. Сол жаңағы Спринский деген генерал қазақтың еліне келіп, жер үлестіріп жүрген кез екен. Сол жаңағы Дәулеткерей ағанда жер бер деп сұрап отырған. Ағанам жерді бергісі келмей тартып отырған генерал қараса, ханның қызы жаңағы қос бұрымды шашпауыменен арқаландап, сонда әдемі бір жүріспен келе жатыр екен дейді. Сонда Спиринский айтыпты, анау қыздың жүрісін қалай жүріп келе жатыр? Соны күйге салатын болсам, мен осы саған сұраған жеріңді берем деген ғой. Жаңағы Дәулеткерейдің жаңағы қосалқасын дұрыстап бір тыңдап отырсаңыздар, бастан аяғына шейін қыздың жүрісі. Баламыз бақытты болсын. Ал енді барадан бері білесіздер, Қасекеңнің шашбауын көтеріп берген жағдайымыз бар. Қасекеңді енді кішкентай бала кезден мектеп барғасынан бері бірге өстік, бірге келе жатырмыз. Мұны айтайын дегенім, өздеріңіз білесіздер, сонау тұрлаусыз кезеңнің мылтықсыз жансақты майданының ызғарлы сынағын көбірек кешкен ата-бабаның әке-шешен ұрпағымыз біз. Сол енді шіркін біздердің бала кезіміздегі ауыл тұрғындарының болмыс бітімін көз алдына елесте қалса, жан-жанына шамшырақтай шуағын шашқан, пейілі мен мейірін төккен асыл жандарды көздің алдына елестетуге болады. Аллаға шүкір, біз сол сұңқар кеуде үлкен жүректі жандардың көзін көрген, тәрбиесін алған ұрпақ болғанымызға мақтанамыз. Ал енді Қасекеңнің туралы айтатын болсақ, мұның оған азан шақырып қойған әкесінің атымен өзінің есімі де тегін емес, қарап отырсаңыз. Ертеде қазіргі күнтізбе қазақша бір күн бірақта айтамыз. Календарда ескі түріктер мен парсылар тілінде жасалынған екен. Сол кезде сол жыл басын көне түріктер мен парсылар камал деп атаған екен. Енді оны қазақшаға аударатын болсақ, бұл камал деген сөздің ар жағындағы мағынасы бастаушы бірінші деген ұғымды береді. Сондықтан бұл камал деген атақты мектеп бермесе керек камалдар арасында. Ал енді Хасенғалидің өзінің есіміне келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, сүйікті пайғамбарымыз Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз 7 перзенті болған. Олардың енді аттарын атап өтетін болсақ, Қасым, Зейнеп, Руқият, Бибі-Гүлсім, Фатима, Абдолла, Ибраһим деген кісілер болған. Соның 5-ші ұрпағы Фатимадан тарайтын 5 ұрпақ бар, әрине екеуінен. Соның ең бірінші Хасен, Мұхсин, Мұғылсым, Зейнеп деген балалар болған. Мінеки енді мынау Қасекең сол екі тарихи жанның есімін қатар иеленген адам болып тұр. Бір қол қазақ айтады, бабасы еткенді баласы ұрады дейді. Қасекеңнің өскен ортасын жаңа айттыңыздар, өтеуге ағатты мекен Асанғайға елі. Асанғайға елі мен біздің өзі Жолтай деген ұру бар, Сұлу деген жерде. Жаңа Хасенғалидің өлеңінің ішінде де Сұлу деген жерді кішкене өзіне қарай тартып, тағышқа қарай бұрқырап өріпті, бірақ Сұлу тағышын жер емес, ол Жолтайдың жері. Сондықтан бұл мол білімді сол егіндей орып, өзінің үлпілдеген қалың нанын тоя жеген нақсабаздың өзі десек айтуға болады. Енді достыққа келетін болсақ, енді достық деген өзі
кәдімгідей бір мағынасына келетін болсақ, ол бір кездескен екі замандас, екі адамның негізгі еркі талғамы мен пікірлерінің толық үндеуінен тұратын қасиетті байланыс деп айтуға болады. Жасынан бері таныс екенімізді білесіздер, ал енді тағы да өмірдің сәні доспенен, тұрмыстың сәні қоспенен дегендей қарап отырсаңыз, туған бар, туыс бар, бауыр бар, бір жатырдан бірге шыққан адамдардың өзіне адам ішкі жан сырыңды айта алмайсың. Бірақ жанындағы досыңа ішіндегі бар қыжылыңды жұртқа айта алмайтын сол сырыңның барлығын досыңа айтасың. Сондықтан досқа ешкім жетпейді. Ал енді бәріміз де өлең жазамыз ғой енді. Осы Қасекең ағадан жазған менің де арнаулы жазған өлеңім бар, соған білейін. Қасенғали досыма. Сағатын санап, жылжиды заман алғасқан, зымырандай зулап, қанатын қағып талмастан, өмірдің көріп, ертесін талтүс өмірін, келденді бізге тұсауып мезгіл жалғасқан. Тұрған жоқ әлі нық табаннан бір күні, әншілік өнер ақындықтан қыр кетіп, уа Қасекем, жанұяңмен бақыт көр, жасай бер ұзақ, бергенін Алла жыр етіп. Сөз маржанын жиғансың қойған асылдан, тегінде мықты, шетінен ылғи асыл жан, 70-ті жерпіп, 80-ді жертіп тоқтамай, 90-ның нағыз қариясы бол атанған. Алланың берген әсте саған екпе қыл, орнықты бақтан қалмағансың сен қапыл, ұшпайтын бақпен, таусылмас ақыл тілеймін, ұрпағың өссін, мәңгілік гүлдей жап-жасыл. Сүре бер мына жазмышың берген өмірді, сүрмей өршіл, тұлғасы терең көңілді, бейбімен балалар, бауырлар болып қасында, Құдайым саған бақытты қылсын әр күнді. Алла разы болсын, бұл бақытты болсын. Енді мен айтатын әңгімелер көп, жастарға тағы да қана. Оған енді артынан бір уақыт болып жатса, тағы да айтармын. Кезекті тағы бір әскерменге берсек, аудандық мәдениет үйінің әншілері Ерсары Арай мен Дүйсенова Қызғалдақтың орындауында Роза Әлқожаның әке әнін қабыл алыңыздар. Thank you.
ел сыйлағасын, жастар құрметті келсін. Жаңа айтып өттім ғой, мен ерекше емеспін деп. Бірақ бұл да бір құрмет мен үшін. Осы кештің тақырыбы да амандықта ақ жол болып жүр шағады. Бұл сөз мен үшін осы жерде отырған үлкен кісілердің ақ батас іспеттес, кейінгі жастардың маған айтқан ақ тілегі іспеттес. Мен осы тақырыбында солай өзіме қабылдаймын. Рахмет сіздерге. Ақ жол тілеп жатыр, амандықта бол деп жатыр. Әмин деймін. Қалайсыңдар? Асылдың сынықтары, теңіздің тереңіндей тұнықтары, жалтырау өр кеудеңде ақтарылмай сыр шежіре асыл сөз тұнып бәрі. Қариялар көнегөз ұлықтарын, қанағыңнан тұратын ұғып бәрін, шежіреніп шертесің ұрпағына ата-баба салты мен ғұрыптарын. Қиындықтың қарсы алдың тұрып бәрін, мансап пенен байлыққа құнықпадың, ақ сақалды, ақылгөй ауыздарын жақсы менен жаманды сұрыптадың. Жалғанға айтар жоқ біздің базынамыз, шүкір еттік дүние азына біз. Өздеріңнен алған бұл өнеге ғой, қариялар сарқылмас қазынамыз. Дұға мен дуасы бар аузының, аман бол қариясы ауылыңның. Ардақтап құрметтеймін өздеріңді, ақын бой ел даласы мен даласы наурызымның деп сіздерге арнаймын. Мына бір өлеңді айтып жүремін. Тұрмаған соң өлең тұнып бойымда, жинап жүрем татымды сөз тірнектеп, жыранадым туғандардың тойында, тілегімді өлеңменен өрнектеп. Жыр қазына болмағасын қазғаның, ақын деп айтудың да әзмәні. Шаттанғанда рас кейде өзімше бірер шумақ арнау өлең жазғаным. Ақын емес, ақын жанды шығармын, өлең жазбай бірақ қалай тұрармын. Ұнамаса ұнамасын ақ көңіл пейілімді шумақ етіп шығардым. Ақ тілекті тәтті сөзбен кескіндеп, сөз сөйледім той думанда екпіндеп. Көп ақтардым тілек жырды, бірақ та маған өлең арнамапты ешкім тек деп айтып едім, бірақ бұл өтірік екен. Осы жаңағы маған жақсылығы шумақ арнады, жәкең шумақ арнады. Сонда бұл өлеңді енді оқуға болмайды. Енді қалай өлең айтасың? Осы бір кешті ұйымдастырып, мені аға деп шақырып жатыр. Сондықтан да кітапханаға бір өлең айтайын. Тасқа қашап шежірені қолдары, бабалардың қалды сара жолдары. Кітапхана сөресінде тарих боп ұлылардың сақтаулы тұр томдары. Жұмбақ сырдың тереңіне бойлашы, жауап іздеп зерделеші ойлашы. Білім ғылым сыр шежіре тарихтың қатталынған кітапхана қоймасы. Бабалардан ұрпақтарға ұласып, жеткен бізге талай заман қырасып. Фарабидей ұлы баба қалдырған кітапхана көне ғасыр мұрасы. Кітап рухы, қайрат жігер сенімнің, кітап ғылым, кен байлығы жерімнің, мәңгілікке қассаңдағы сарқылмас рухани қазынасы елімнің. Санамызға саңылаудан құйып нұр, сыр шежіре терең тарих тұнып тұр. Талмай сүңгіп, тұңғиыққа ала біл, білім теңіз тереңінен жиып сырды. Кезекті тағы бір әсемәнге берсек, Байгенжеевтің әні «Туған жер» орындайтын аудандық мәдениет үйінің әншісі Арай Ерсары. Жүректен асқан
Қымбатты жиналған қауым, араларыңыздан сахна төріне шығып, Хасенғали Камалұлына деген тілек лебіздеріңіз болса, сөз кезегі сіздерде. Мен бір азғандай тағыр айтып кетейін. Жаңағы бата деп отыр ғой. Бата алған жігіттің бірі осы Хасенғали. Оны айтайын деп тұрған Абай деген атамыздың шешесі Ұлжан деген шешеміз ауру болыпты. Бірақ жылдай ауырған, бала көтере алмаған. Сөйтіп жүрген уақытта мынау сыр бойынан Ашамайды керей тұқымынан жан келді деген би келген екен. Бір келді деген. Ол кісінің адам танитын, адамның қандай аурумен ауырып отырғанын білетін үлкен қасиеті болған. Сол енді Құнанбайдың көз сұлтаны жеткен адам қабағы қатулы екен Құнанбайдың. Сонда Абырмай Сұлтанбай мынау келінді көріп отырмын. Бұл келін кәдімгі бір қасиетті батаға жерік екен. Сондықтан бұл келінді сонау сыр бойында Ханбас деген батыр болған. Сол Ханбас деген батырдың кәдімгі осы ұрпағы Рысымбек деген балуан бар. Сол балуаннан барып батарсаңыз дұрыс болар еді деп айтты. Содан енді өзі не істерін білмей жүрген адам талай бақсы балгерді де келіп емдеткенмен Олжанның бері қарамағаннан кейін сонау Семейден Қызылордаға жол тартқан ғой Құнанбай. Келгеннен кейін анау Қасымбек балуанда жай емес, бұл кісілердің келетін бірін есік алдында еңсеріп жүрген дейді. Сонда аттың үстінде тұрып Құнанбай бұа қасиетті Мырзабидің баласы, сенің атаң баттан алтылашқа батасын беріп еді. Сол баттан үлкен батаның бір кішкентай пұт дәрісі маған дайын екен деп келіп тұрмын деген. Сонда ай Сұлтаным-ай, қабағыңның қатулы екенін біліп тұрмын, келін жай емес екен. Келінді күймеден түсір, жесінен отырсын деп өзі үлкен баттан қолын батыс жаққа қаратып қойып бата берген екен. Сондағы айтқаны сүзіп көрген көз аулақ, түртіп көрген тіл аулақ. Жерік болып жерілсең, жерінген асың ең болсын. Ата алтын белгілі, өзгелерден жоғары алтын асықтай болсын деп бата берген екен. Құдайдың құдіретімен сол берілген батадан кейін келіп Ұлжан шешеміз екі қабат болып, бала туып, абай туған екен. Сондықтан батаны алып жүріңіздер, баталы ол арымас, батасыз ол жарымас деген сөз бар. Алда тағына мида түздей тұзықта тұрбай қуаттығым сіздерді жүз бір жалдан мың бір байлан сақтап, осы қасиетті Наурызым еліміз өзіп өркендеп, өсе өркенді Алла нәсіп етсін сіздерге. Жаңағыда кішкентай деген көрдің өмірейді. Бұны шықпа көріп, шықпай шығарып жасындар. Көп шықпай бермейді. Мұрзаш Сүлекеұлы, менің класстасым, жиенім, жолдасым, досым, сыныптасым. Біз Хасенғали екеуміз бір мектептен бастап оқыдық. Бір мектептен аяқтап
Mынау мектеп қабырғасында мен ғашық болған арулар шығып жатыр бізде. Бірақ біреуі де қарамай кетті, мынау соңғысы ғана қарап мына көк күртес. Бірге ойнап, бірге жүріп, бірге ән салып, бірге күй тартып, бірге өстік. Әлі күнге дейін Алла осы бірге жүріп бәріміз. Енді аратырмаса, адам аратырмас, өміріміз соңына дейін бірге көпшілігін Алла нәсіп етсін. Сол менің білетінім Хасенғали сол жастан өнерге, сөзге, әңгімеге, әнге бәріне құштар болды. Соның арасында біз де баламыз еліктеп, шатпақтап, өзімізше бізде халқын көрдік, бірақ бізде есеге шықпады. Оның өзінің сүйікті ісіне айналып, кейін кезде соны ризихаттап, әдемелеп, көрнекті қылып, халыққа ұсына білді. Оның өзі үлкен еңбек, оның бәріне мән беретін адам, мән берген дұрыс түсінеді, жақсы. Өзінің жаңа Алмат Меландай болды, әпелеміз сүйкімді тартыңтырым. Сондай өмір, сондықтан да жаңа балалардың амандықта қол болды, болып жүр шабады ағалары, балаларға да, жастарға да ұнаған, үлкенге де ұнаған, жалпы халыққа ұнаған өлеңдері насихатталып, бәрі оқыған адам сүйсініп, риза болатын халге жетті. Осындары алым Асекеңе берген баға деп білеміз. Осы бағынан қайма, осындай семья, бала шағасы, балалардың бәріне білем, балаларды бәрі өнерге жақын, кішкентайынан өлең айтып, өмір тартып, бәрі де қабілетті, өнерлі болып өсіп келе жатыр. Немерелерің, шөберелеріңді сондай халге жетсін, өзіңнің ізденістарың көп болсын. Елкен екеуің сол жақтарының қазағын қоймай, ұзақ жасаңыздар, бақытты болыңдар, осындай қуанышты күндеріңіз сәтті күндеріңіз көп болсын. Құрметті бүгінгі ауылдастар, қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгінгі қуанышқа, осы кешке бірге қуанып тілек білдіргелі жатырсыздар. Ал енді біз бүгінгі күні Қасенғалидің мынау кешіне класстастар атынан келіп отырмыз. Біз Қасенғалимен 1970 жылы осы наурызында бір класста оқып едік. 50 жылдан бері араласамыз. Ортамыздан осындай халыққа елеулі үлкен азамат, осындай құрмет көрсетіп жатқанына аудандық кітапханашылар ұйымына көп рахмет айтқым келеді. Ал енді Қасенғали бүгінгі күні бала өсіріп, немере тәрбиелеп, өзі өнер әдемі адамы. Бұдан бірнеше жыл бұрын өзі смотрға қатысып, балаларын тәрбиелеп, оқуға тартып, өзінің бойындағы жақсы қасиеттерін бәрін балаларға дамытып жатыр мемлекетте. Абыз ата десем артық емес. Сондықтан да Қасенғали бақытты ғұмырлы болып, еңбекте жемісті, отбасыларың аман болсын. Ал енді көптің батасын алып, көптеген газеттердің бетінде сенің өзіңнің арнап шығарған шын көңілмен өлеңдеріңді оқып, халқымыз риза болып, мінекей елдің бәрі ризашылығын білдіріп, осы кешке құрмет көрсетіп, сыйлап, алтын уақыттарыңыз келгенге мен сіздерге алғысымды айтамын. Жақсы қуанышта болайық бәрімізде. Осы елде аман болыңыздар, жақсы тойда ғана кездесейік, бақытты отбасы болыңыз. Мынау туған туысқандар, ағаларымыз бүгінгі күні шашбауын көтеріп, тілегін айтып, шығарған өлеңін тыңдап жатырмыз. Жақсы, көп рахмет. Басқа азаматтарға да шапан жауып жатыр, мінекей. Ол жағынан болсын, үстінен тоссын, бейбіттен екеуін, шөбере сүйіп нәсіп етсін. Ал енді бүгінгі күні мынау кітапхана ұйымының қыздарына тәтті шай ішін деп Жәмила бере ғой. Өмірлері тәтті болсын, еңбектеріңіз сәтті болсын, біздің класстастарымыз тәтті шай ішін деп.
Рахмет сіздерге бәріңізге. Денсаулығың зор болсын, сендерге бақытты болсын, шабытың өте берсін. Сол айтамын. Meni kütüp gelsin. Жаңағы негізінде Нұрғашпен Жәмилә сөйлегенде мен қорқып отырдым. Шеберлерді. Өйткені анау жиен, мынау да жиен. Менің жаман жақтарым айтқанмен қорқып отырдым. Рахмет, Алла разы болсын тілектеріңе. Өздеріңе де шеттеріне жақын болыңдар. Sizge de rahmet çıkarım. Құрметті жиылған қауым, құрметті өнерсүйер қауым, мінекей. Мен енді мәдениет саласының қызметкері ретінде емес, мен Қайсенғали ағаның жерлес қарындасы ретінде осында шығып отырмын. Жаңа көптеген еске алулар айтылды. Мен енді көп еске алмай қояйын. Қайсенғали ағамен енді кішкентайымнан танимын бұл кісілерді. Бір қызық жағдай. Екеуден ауылымыздың Бибікен апамыз, бұл ағамыз, ауылдың кісілері үйленіп жатқан қызық екен кішкентай кезде. Үйдегі ағам айтыр, ана кісілер үйленіп жатыр, палаткаларына тесік істеп қарайық. Ол несіне қарайсың, ауылдың кісілер емес пе? Мен невеста және болып тұрған қызық қой деп. Бірақ красивая, сондай, өте тәтті, өте бір сұлу жұп болды. Ағам мен апам. Апа деймін, жеңге деп айта алмаймын. Олай, дәл солай. Одан кейін енді солай өмірдің тағдыры солай болған шығар. Өнер жолында бірге кездестік. Қайсенғали ағайды отбасы, Камаловтар отбасылық ансамблі 80 жылдары, 90 жылдары гүлдеп тұрған отбасылық ансамбльдердің бірі. Осында аудандық байқауға келіп жүрдім. Енді мен ауылда да қатысып жүрдім. Содан кейін осы аудандық байқауға бір жылы жүргізуші ретінде өтіп, осы кісілермен бірге келдім аудандық байқауға оқушы кезінде, жоғары сынып оқушы кезінде. Онда бізде ауылда отбасылар ансамблі көп болды. Камаловтар, Шагировтар, Әлгі Габдуллин, Айдархан ағайдың отбасы, Арыстанбектің әлгі Бірмағанбектер. Одан Томатаевтар бәрі осы үлкен аудандық мәдениет үйі бар, ол кезде үлкен сахнада кездесетінбіз. Мінекей содан бері қаншама жаңа енді Ерлан айтып жатыр ғой, мені осы ақындыққа үйреткен Қайсенғали ағай деп. Ең бірінші облыстық ақындар айтысы, оқушылар ақындар айтысы 90 жыл осы аудандық мәдениет үйінде өтті бізде. Онда енді әрине оқушысы шәкірті Ерлан, онда да мен жүргізуші болдым. Ерлан бас жүлдені ала алмады, енді өкінішке орай бас жүлдені наурызын жігіт алды, Сержан Қайырбеков. Бірақ Ерлан бірінші орынға, үшінші орыннан жаңа Жазира Ермағанбетова деген айтысқан, ол екінші орын алды ғой деп. В общем, наурызында қалып келді бас жүлделер түгел. Хотя облыстан келіп кірді жюрилар. Сол кезде түгелдеп тұрған наурыздың жалпы домбырашылар, ақындар өте көп. Мен осында жұмысқа келген кезде Әліқасым Қайырбергенов деген ағамыз болды, Қайсымхан ағай болды, одан кейін Келі, әлгі ардақты зиялы қауым деген осы кісілер ғой, одан кейін Қайсенғали ағай өнер жолына түсті, жазушы деген. Одан Жаңбыршы Тұхатұлы бізбен бірге жүрді. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын кісілер осы. Bir сөз айтсаң болды, Жаңбыршы ағай, Қайсенғали ағай сондай керек, сонда бару керек. Bir сөз жоқ, барамыз, қатысамыз, жазып береміз. Концертке де өмір бары бола ма? Болады. Арнау бола ма? Болады. Әлі Өзбекәлі Жәнібеков 80 жылдығында ғасырлар пернесі өткенде халықта аудан әкімінің орынбасарымен бірге осы кісі көшбасшы болып барды бізге, біздің командамызды, біздің ауданымызды, деңгейімізді көтеріп, жүргізуші болды, арнау жасады, керемет. Сонда бас жүлдені алып келдік біздің аудан. Неге осы кісілердің арқасы деп ойлаймын. Өнеріңіз өрге жүзсін дей беремін, енді жүзіп жатыр ғой. Қаламыз саймасын, музаңыз сізден кетпесін ешқашан. Отбасында амандық, Бибікен апам екеуміз ғұмырлы, бақытты өмір жасаңыздар, 90 жылдық, 100 жылдық бірге жасаңыздар. Салиқалы, саналы ұрпақ тәрбиелеп жатсыздар, сол ұрпақтың қызығын көріңіздер. Немере сүйіп жатсыздар, енді шөбереге қол жеткізіңіздер. Ескендір Қайсенғалиев деген немереңіз бар, аты Шулы, аты белгілі деген сияқты. Сол немереңіздің қызығын көріңіз, шөберенің алақанынан су ішіңіз деймін.
Бүгінгі ұйымдастырушыларға шынында да біздің мәдениет және тіл дамыту бөлімінің аудандық орталық кітапханасына көп рахмет. Аудандық мәдениет үйінің әншілеріне осы кешті қызықтырып жандандырып жатқан әншілерге көп рахмет. Сіздерге әрине алғысымыз шексіз, көрермен қауым. Мың жасаңыз аға. Мен сізді қатты сыйлаймын, қатты жақсы көремін. Ерлан деген жігіт бала ғой енді, 6 жылақтан бастап өзі қалады ғой. Өзі заман өзі өтіліп тұрсы ғой, түрі шықты ғой. Сол жаңағы осы районнан 2-ші орын алып, 1-ші орынды бір қыз бала алды. Сол қыз баланы армай, сылап деген сияқты Ерлан алып бар Қостанайға. 3-ші орын алып. Ерлан болмай тұрмысып 2-ші жылы алғанда 2-ші орын алып. 3-ші жылы 8-ші класстан облыста 1-ші орын алып. Өйткені Ерлан болды. Менің рухани ұстазым шықты. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған ауыл тұрғындары, ақсақалдар. Бүгін мінекей жақсы бір рухани кештің іс-шараның куәсі болып отырмыз. Осыған бізді қатыстырып, куә болып әкеліп отырған Аллаға сансыз мадақтар болсын. Бүгін міне іс-шара қасиетті жұма күніне арнап тұспа-тұс қойған екен. Пайғамбарымыз айтады ғой, жұма күні сондай бір сағат бар. Кімнің тілегі сол сағатпен сәйкес келсе, ол тілек қабыл болады деп сүйінші болған. Міне сосын манадан осы ақсақалға тек жақсы тілектер айтылып жатыр. 40-тың бірі қабыл дейді, сол тілектердің баршасы қабыл болсын. Енді ақсақал туралы енді пайғамбарымыз көп мақтамаңдар дейді ғой. Жүзіне мақтамаңдар дейді. Кімде-кім бетіне мақтаса құмды лақтырыңдар деп айтқан. Бірақ енді біздің қазақ әйтеуір жақсының жақсылығын айт, нұр тассын, жаманның жамандығын айт, құты қашсын деп айтқан. Сондықтан адам тірі кезінде бір-бірімізді қадірлемесек, бір-бірімізді осылай сыйламасақ, бір-бірімізді көтермесек, онда не үшін жүрміз бұл? Сондықтан пайғамбарымыз айтады ғой, Аллаға алғыс айтудың ең алғашқы баспардағы ол адамға алғыс айта білу деп айтқан екен. Міне сондықтан бұл Хасенғали ақсақал тек қана бұл елге емес, біздің мешітімізге де көп еңбек сіңірген, білесіздер, мешіттің алқа мүшесі болған, отымен кіріп, күлімен шығып, сол мешіттің мінекей өркендеуінде тағы да үлес қосқан ақсақалымыз. Намазы түгел, біздің енді ақсақалдар деген өзіміздің группамыз бар, чатымыз бар. Сол жердің өзінде жаңбыршы ақсақал бұл кісі сыртта жүрсе де, мен осы мешіттің мәселесін қандай бір іс-шара болсын, осы кісілердің группада ақылдасып, жекесе шығып, осы кісілермен мәміле жасап отырамын. Солай ғой? Ойын сұрап, пікірін сұрап, не айтасыздар деген секілді. Міне сондықтан ақсақалдарға Алла риза болсын, қарттық шағын тек қана зейнетпен өткізіп, осы балалардың қызық қуанышын көріп жүре берсін. Қартая білудің өзі өнер дейді. Қаншама қарияларды көріп жүрміз, егінде сақал жоқ, не аузында албашы жоқ, намазы жоқ, не мешітке келе алмайтын, ана магазин бұрышында отырып алып, 100 грамм ішіп жеп, үкіметті жамандағаннан басқа дым білмейтін қариялар ол былай асып жатыр. Міне сондықтан осы ақсақал секілді қартайып, жастарға біздер жүрудің өзі үлкен бір абырой. Аман болсын, бүкіл іс-шарасы қайырлы құтты болсын. Осы ұйымдастырып жатқан ағаларымызға, апаларымызға Алла риза болсын. Құтты болсын ақсақал. Қайролла ағамыз сахнада. Жай отырыңдар, жай Құрметті қауым. Енді бүгін біздің анамыз Хасенғалидің кездесуге шығып отыр. Қаншама жаңа мен алдында ағаларымыз сөйлеп, жақсыларға қарындастарымыз сөйлеп, Хасенғалидің бір оқыған класстастары сөйлеп, бәрі де Хасенғали туралы жақсы сөздер айтып отыр. Жаңа ауданымыздың имамы Есет баламызда сөйлегенде айтып жатыр, жақсы сөздерін, оның сыртында айтып жатыр енді, қазақтың бір сөзі бар ғой, мақтау Аллаға ғана тән деген. Осы мына бүгін Хасенғалиге арнап қанша осыларда жақсы сөздер айтылып жатыр. Осының бәрі мақтау емес,
менің түсінігімше. Бұл айтылған жақсы сөздердің бәрі, Хасанғалиға айтылған сөздердің бәрі, олар ойында шариғатқа түскенде Алла Тағаланың оның бойына берген табиғи қасиеттермен өз басын толай түсінеді. Сондықтан күнменге айтылған сөздердің бәрі осы кімнің Хасанғалидің өзінің бойында бар, табиғи Алла Тағаланың берген сол қасиеті. Сол әр уақытта осы қасиеттеріңді айтқым келеді. 90 сөздің тоқтай түйіні бар дейді. Хасанғали осы өзінің бойындағы жақсы қасиеттеріңді кейінгі ұрпақтарға қалдырып, соларға дұрыс бер деп айтқым келеді. Ғұмыр жасың ұзақ болсын, семьяда енді бақытты бол. Мінекей сол ұрпақтарды мынау қазақ айтады ғой. 3 түрлі бала туады дейді екен. Bir bala әкеден кем туады, bir bala әкеден жерде туады, bir bala әкеден артық туады дейді екен. Сол енді кемін жете туғанды айтпай-ақ қойып, мына кейінгі ұрпақтар сенен де асып түсетін болсын, жақсылық жағынан. Үлкен сыйлау, кіші сыйлау жағынан жүргізіп отқан қарындасымызды айтып жатыр, мінекей қазақтың бір атадан балаға өткен жақсы дәстүрі. Ал енді жаңа осы арада бірге жүрген жолдасы, құрдасы, Жәкең деген кісі бір сөзін айтып әдемі келді да, бірақ Асанғайғы деген сөзді де дұрыс айтты. Көбісі қайыр деп айтты, қайыр деген сөз жоқ Асанғайға. Оның тарихта Асанғайғының атына тұрған. Соны айтып тағысардың емес, солтардың жері деген сықты бір сөз айтты. Жері сықты. Қазақтың мынандай сөзі бар екен. Мен бір тарихта оқыдым. Қаш жауын дейді. Мен бұны қаш жауын деп тұрмадым, бірақ әлгі тағашыра жиет, ел болмас деген бір сөз бар ғой. Сол жағынан ғана есептеп отырмын. Соған бүй деп айтады екен, қаш жауын астындағы атың сұраса, бер дейді екен. Қаш жауыңа. Кешіріңіздер, қатырақ айтсам, қойныңдағы қатын сұраса, бер дейді екен. Ал кіндік қарның тамқан бір шөкім жерді дейді. Қаш жауын сұраса, олсын жаныңды берсеңде берме дейді. Мен бар ғой, мен саған қайғыны бермеймесің. Адам жолдай деп тұрып, бір әзір болсын деп айтып отыр. Ал сондайлар туралы тарихта бір сөз бар, оны айтпай-ақ қойды. Әр уақытта осындай жақсылықтан қуаштан істек, сіздерге көп рахмет. Мінекей сыйлап, құрметтеріне тұтқан осы біздің мынау культураның азаматтары, жігіттер, мінекей рахмет көп, бәріне де жақсы қуаштан істейік. Қайғыры ол сұраған жоқ, мен суын алып кеп тұрмын. Қадірменді қауым, бүгінгі кеш баршамызға жақсы көңіл сыйлады деп ойлаймын. Хасанғали Камалұлы, бізді сусындатар жырларыңыз көп болсын. Жыр әлеміндегі туындыларыңыз ешқашан сарқылмасын. Сүйіп тыңдар оқырмандарыңыз көп болсын. Баршамызға жылы жүрек, ыстық қайрат, нұрлы ақыл тілей отырып, бүгінгі кешімізді аяқтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал енді кешіміздің соңын жерлестеріміз Арман Дүйсеновтың сөзіне жазылған Қайрат Нұрғазинның Наурызым әнімен аяқтасақ. Әнді орындайтын аудандық мәдениет үйінің әншісі Сәуле Мырзатаев. Қарсаңыздар. Бір минутта бола ма? Ендінің бір борыштары босап тұрады. Келгенде бүлдірлі олқы болып, бір орындар бос болып тұрады. Неге дейсіздер ғой? Мен өзім аға деп сыйлайтын, абыз қарт деп танитын ақсақалдар мен ағалардың орны босап тұрады. Мен соған іштей біртүрлі налимын. Менің жасым кіші болса да, маған қасеке деп менімен сырласып, бәрін бөлісіп беретін ағалар бар. Сол ағалардың орны қашанда босап тұрады. Оның бірімен бірегейі, Есім Сейіт ағамыз. Есім Сейіт ағамыз дүниеден өткенде өте шығып, мына жалған қасқағым аяқтады жазған өмір дастанын.
Бақилық болып есағадай қаратамыз, бұлттарлады наурызымның аспанын. Қайран аға, асқа еді арманың, өткеніңе сенбей тұрмын жалғанынан. Әттен ғана дәрменсіз біз ажалға. Амал бар ма ел ағасыз қалғаным? Елім дедің қиындықтан қашпадың, жалғандыққа жарты адам баспадың. Ел ағасы ақ сақалы ардақты ұрпағымен жалғасады дастаның. Біз өзіңдей өрге тұттық асылды, бөлмеуші едік алыспенен жақынды. Тірелгенде тығырыққа қиынға тек өзіңнен сұраушы едік ақылды. Есі ағалап жүруші едім қасымда, болсам дағы жолым кіші жасымда, айтушы едім қабағындай қақа деп. Бұл қасиет дәл өзіңдей асылға, егілеміз сендей жақсы өткенде, гүл боп қайта шығармысың көктерге. Мінезіңдей жылы жайсаң шуақты, бақилық боп кеттің аға көктемде. Ел есінде сақталады есімің. Жасар алла рахым мен мейірім кешірім, періштелер сүйіншілер жұмақтың айқар ашып тұрған шығар есігін. Ал абызы данас, ел абызы данас деп сыйладым, адалдықты бір өзіңден жинадым. Қош болаға жатқан жерің жайлы боп, ақыретте серік болсын иманың деген ағам еді, асыл ағам еді. Жалпы ел ағасы еді. Сосын өздеріңіз білесіздер, жақында ғана дүниеден өткен Асекеңбей ағамыз, Асқар ағамыз өткенде де дүниеден ауыр болды біздер үшін. Жәкең біледі ол, келдікте ауыр болды. Ұлағатын ұстаздықтан бастаған, жан еді ой қиындықтан қашпаған. Бақилық боп өлтті мына жалғаннан, Асекеңдей асыл арыс жақсы адам. Ана тілін ардақтауды басқарған, Асқараға асқан талай асқардан. Сыр сандығын ақтара алмай қауысып, жұлдыз болып ағып кетті аспаннан. Қимастықтан, жанарлардан жастанып, өтті деуге тұрмыз біздер жасқанып. Қайранаға жатасын ау мәңгілік, туған елдің топырағын жастанып. Еңбегімен жиған құрмет арысын, ел ағасы биік тұлға ірісің. Тұла бойың тұнған тарих шежіре, ақыл дария данағаттың бірісің. Ақыл дария даражанның бірісің, ел ағасы биік тұлға ірісің. Қаранардай көтерілген қайыспай, ел айнасы наурызыңның тынысын. Торқа болсын топырағың жанаға, жасап жатыр жамағатың жаназа. Қабыл болып елдің тілек дұғасы, бір Алланың болсын өзі жанаға. Қайранаға тұр көңілде жасиып, бүгін біздер жарғайық, жасиық. Асағаның рухына тұрғандай наурызымның қарағайы басиып. Кетсең дағы мәңгілікке жыраққа, ұмытпайды сені елің бірақ та. Бір Алладан дұға етіп сұраймын, жаның аға жай тапсын деп жұмақта. Деп жаныңызды қосқан. Бұл сияқты бар ғой бағында, біздер тұтастап, Алланың жазуымен сапар қаттарында соларды еске аласың. Және сол кездерде өзің де мәңгілік екеніңді, мәңгілік емес екеніңді ойға түседі. Өлімнен қорықпаймын деп ешкімді айта алмайды. Ол жай сөз, мен ажалдан қорықпаймын деп, ешкімнен қатайса да. Жүзге келсең де жантан түрлейді. Солай емес пе? Сондықтан да ортамызда қариялар аман болсын. Біздің ақылшыларымыз аман болсын. Біздің арқамыз аман болсын. Біздің асқар тауларымыз аман болсын. Жаңа айтқандай шөбіренің алатауынан су ішіп, шөпшіліктің де. Менің алғысым, мен де сөйлеп кетейін енді. Өшкедім. Неге? Алғысым шексіз. Мынау кітапхана ұжымына, кітапхананың әлемі қыздарына, сұлу қыздарына, тәтті қыздарына, мінекей қашанда осы елде жүргенде де осы қарияларды шақырып, іс-шара жүргізіп, біздерден ақыл сұрап тұратын. Біздерге қонағасы беретін, біздерге қымыз мұрындық беретін, біздерді шақырып, жақсы өлеңдер оқитын, әндер орындайтын. Сондықтан да сіздерге менің алғысым шексіз.
осы сәуле сонау апрельден бері менің телефоныма да өзінің телефонына да маза берген жоқ. Жүгіріп жүрген сауытшы сәуле. Мына кісі менің жүргізушім мінекей. Менің бүгінгі бастығым осы кісінің мінекей сүре дегенді сүредік, қой дегенді қой дедік. Былай сіздерге де ризамын. Осы әуелде айтып едім, мынау алдында 2 рет толса, мен соған ризамын деп. Яғни мені сыйлайтын, мені құрметтейтін, менің ауылдастарым бар екен ғой деп мәз болып кетемін. Рахмет сіздерге. Қайырлы құрметті қалай, құрметті алдыңыздар, мынау Қасен Алияға үлкен кісілерден кейін сізге жерлес ағамсыз бір-екі тілек айтуға рұқсат етіңіз. Қасен Алия ағамыздың ауылында өстік, ауылда, Асанғай ауылында. Осы кісілердің әнін, күйін тыңдап, Гүлнар апай айтпақшы оркестрлерге қатыстық бала кезімізде талай. Сондықтан аға сізге тілейтінім зор денсаулық, мол бақыт. Мынау Бибікен апамыз екеуміз 100 жасаңыз, немере шөбере шөпшек көріңіздер. Алдыңызда жасап жүре беріңіздер, осылай сұлу болып. Баяғыда бұл кісілер үйдің артынан өтіп бара жатқанда қолтықтасып, мамам айтатын, әкемен демейші, шай ішіп отырғанда, қыз жібекпен төлеген сияқты деп. Шынында да солай бұл кісілер, біз бала кезден естідік соны, махаббаттың символы болған бұл кісілер ауылда. Махаббаттардың үйіңіз болсын ағам. Сондай сұлу Құман Тастабекпен, Меруерт Өтекешева сияқтысыздар. Сіздерге бақыт тілеймін. Мынау әнді қазір кешімізді аяқтайтын жергілікті сазгер ағамыз Қайрат аға, Арман аға екеуінің әні, соны қабылдаңыздар. Рахмет. Мынау алғашқы махаббет қосылмайды деуші еді, бұл өтірік екен. Сен балаға қалады өтірік